Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі жаңа тақырыбымыздың жаңа сабағымыз Қазақстан ұлы отан соғысы жылдарында. Яғни бұл тақырып бойынша біздер бүгін 5 сұрақты талқылаймыз. Біріншіден, ұлы отан соғысының басталуы және соғысқа бейімдеп қайта құру. Екіншіден, Қазақстан экономикасын қайта құру, өнеркәсіп орындарын Қазақстанға көшіру. Үшіншіден, Қазақстан Майдан арсеналы, Майдандағы қазақстандықтар яғни. Төртіншіден, ұлы отан соғысының тарихи маңызы. Бесіншіден, соғыстан кейінгі халық шаруашылығы мен өмірді қайтадан қалпына келтіру. Міне осы 5 сұрақтардың барысында біз бүгінгі талқылайтын жаңа сабағымызды бастаймыз. Яғни 1939 жылы 23 тамыздағы екі елдің арасындағы ендігі жерде шабуыл жасаспау туралы шартты бұзып, Совет одағымен жасаған келісімді бұзып, фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда соғыс жарияламастан КСРО аумағына басып кірді. Яғни ұлы отан соғысы осылайша басталды. Соғыстың барысында сипаты алып қарайтын болсақ, яғни бұл соғыстың сипаты Германия тарапынан агрессиялық, әділетсіз, жаулап алушылық, басқыншылық соғыс болды. Ал Совет одағы тарапынан өз елін қорғап алушы, яғни азаттық, әділетті соғыс болды деп айта аламыз. 1940 жылдың орта кезеңінде еліміздегі, яғни осындай әділетті өз жерін қорғау мақсатында болып жатқан соғыс барысында, яғни Гитлер өзінің басшылығымен СССР-ге басып кірудің Барбаросса жоспарын пайдалану мақсатында стратегиялық жоспарын көрсетті. Яғни осыдан ары қарай соғыс, ұлы отан соғысының барысындағы барлық мәселелерді талқылай келе, жобалай келе, үйге, яғни біздің алатын әлде болса, біз осы ұлы отан соғысы барысында елдегі болып жатырған жағдайлар, яғни бұл соғыстың алғашқы кезеңінде үлкен Майдан дивизияларына жіберілген 14 атқыштар дивизиясы, әскер дивизиялары, 36 жеке атқыштар бригадасы, 30-дан астам ұлттан құрылды. Жалпы ұлттардың достастығы, ұлтаралық достастық, яғни ұлы отан соғысы барысында өз мәресіне жетті деп айта аламыз. Алматы, Жамбыл, оңтүстік Қазақстан, Қырғызстаннан шақырылған жігіттердің өзі де 316 атқыштар дивизиясынан құрылып, оның командирі, яғни Панфилов болды. Яғни армия қатарына 1 миллионнан аса қазақстандық қосылып, әрбір 5-ші адам Майданға аттанды. Яғни осылайша біздер соғыс жүріп жатқан жерлерде және Майданға жақын аймақтардың өздерінде 220 фабрика, заводтары іске қосылып жұмыс жасай бастады. Яғни кәсіпорындар Қазақстанға көшіру жүргізіле бастады. Өнеркәсіптерді Қазақстанға көшіру, яғни 2 рет жүргізілді. Біріншісі 1941 жылдың аяғы мен 42 жылдың басында, екіншісі 42 жылдың күзінде өнеркәсіп орындары Москва, Ленинград облыстарында, Украина, Белоруссия жерлерінен әкелінді. Осылайша елдегі қиындық жағдайлар, елдің басындағы қаншама жағдай қиын болса да, біздің еліміз, жеріміз, яғни бұл қиындыққа төтеп бере, жан аямай күресе түсті. Осындай кезде елімізде болып жатқан қаншама қиындық істерді басымыздан кешіріп отырсақ та, яғни біздің өзіміздің
жаңағы әр Совет одағының, Кеңес одағы батыры атағын алғандарымыз бар. Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі Сағадат Нұрмағамбетов те Берлин үшін ұрыстарға өз жауынгерлерін бастап кірді. Яғни өзіміздің жерлестеріміз, соның ішінде Ержанов, Қайдаусов, Тұрарбеков, Көбеков, Талғат Бигелдиновтердің өзі ұлы тұлғалар ретінде тарихымызда мәңгілік есімізде, жадымызда сақталып қалады. Ұлы отан соғысы аяқталды. Яғни бұл үлкен өзіміздің алдымызға қойған мақсатымызды жан аямай осы бүкіл ел болып, жер болып 1945 жылы 8 мамырда фашистік Германияның тізе бүгуімен, яғни үлкен шартқа қол қойылды. Ұлы отан соғысы аяқталды. Ұлы отан соғысында ерліктері үшін Кеңес одағының батыры атағын алғандар барлығы 11.600 адам болды. Соның ішінде қазақстандықтар 497, ал оның ішінде қазақтар 97. Қазақ қыздары 2 қазақ қызымыз болды. Осылайша еліміздегі ұлы отан соғысының тарихи маңызын атай келе, Гитлерлік Германия Жапонияны жеңуде негізгі еңбек сіңірген кеңес халқы өте бір атап кететін, есте қаларлықтай тарихи маңыз бар оқиға болды. Яғни осы біздің үйге жаңағы берілетін пысықтау сұрақтарымыз, үйге берілген жаңағы тапсырмаларымыз ретінде біз осындай үлкен 4 тапсырманы жазып аламыз. Қазір ұлы отан соғысы қашан басталды? Бірінші сұрағымыз. Екінші сұрағымыз, ел экономикасын қайта құруға қандай жағдайлар қажет болды? Не қажет болды? Үшінші, өнеркәсіп орындары неліктен Қазақстанға көшірілді? Оны бана мен айтып кеткен болатынмын. Төртіншіден, қазақстандықтардың ерлігі туралы не білесіз? Міне осы сұрақтардың төңірегінде және үйге берілген тапсырмалардың төңірегінде, яғни барлық сұрақтардың барлығын біз қайталап ұлы отан соғысы туралы өз ойымызды жақсылап, нақтылап, яғни үлкен шеберлікпен, дайындықпен келесі сабақта айтамыз. Қош сау болыңыздар, сабақ аяқталды.